Құрметті көрермендер, бүгін мен сіздермен орхидея гүлін, оның жаңағы күтімі жайлы сіздермен бөліспекпін. Мен мына орхидея гүлім былтыр гүлдегеннен кейін мынандай сабақтан екі гүл сабағы бар тұғын екі жағында. Сол сабақтарды мен кесіп тастадым. Түбінен гүлдеп біткеннен кейін, содан кейін бұларға тыңайтқыш бердім. Сол тыңайтқыштан кейін жаңадан мынадай бір гүл сабағы өсіп шықты. Гүл сабағы, яғни светонос дейді ғой, мына жерге дейін. Содан түйіндер сала бастады басына. Мінекей енді осы бір апта болды, біртіндеп гүлдері ашылып келе жатыр. Енді бұның күтімі жайлы, жаңағы жапырағы жайлы да айта кетейік. Жапырақтары жап-жасыл, қанық түсті. Неше жапырағы бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6 жапырағы бар. Оның ішінде мен мына шеттері күн ыстықта жазда күйген екен, мен оны кесіп тастадым. Мына жапырақтың да бір шетін кестім. Енді қалған жапырақтар міне кейіннен үлкейіп өсіп келе жатыр. Мына жерде де міне 7-ші жапырақ, даже 7 жапырағы бар. Негізі орхидея гүлі жақсы өсіп гүлдеу үшін оның мықты жапырақтары да болуға тиісті. Жаңағы мықты жапырақтары бар болса, ол гүлдер өте әдемі өседі. Мен міне жан-жағынан кезектесіп түсіріп жатырмын. Өте әдемі, мынадай гүлдер ашып келеді. Күлгін түсті жапырақтарының түстері мынадай, мінекей өте әдемі, жап-жасыл. Оның жаңағы 3-4 күнде, бір аптада несін шаңын сүртіп тұрамын. Ал енді мынау орхидеяның мына топырағы дейміз ғой, негізінде орхидеяда топырақ емес. Мен мұны орманнан жаңағы мүк дейді ғой, жап-жасыл мүкті әкеліп, осы тамырлардың арасына жақсы ауа келіп тұрсын, қысылмасын деп, оның несін ауыстырған болатынмын. Осы топырағын алып тастап, жаңағы қабықтарды алып тастап, орнына осы мүкті қойдым. Мүкті қойғаннан бері орхидеям өте әдемі өсіп келеді. Мінекей жапырақтары ішінен көрініп тұр, жап-жасыл болып. Мінекей айналдыра көрсетейін. Ішінде еркін тамырлары жаңағы еркін өсіп жатыр. Сондай әдемі. Енді осындай әп-әдемі орхидея гүлінің өсуіне не нәрсе себеп болып отыр? Бұған себеп болып отырған мынандай жаңағы тыңайтқыш. Бұл фучима деген тыңайтқыш, жаңағы таза жапондық өнім. Бұл арнайы гүлдерге арналған, міне сыртынан сөзін түсінбесек дағы суреттегі жаңағы суреттерден көруімізге болады. Мына жағында да жапонша жазылған, жан-жағының барлығында жапон тілінде жазылған нелер бар. Түсіндіру, жаңа қалай пайдалану, қанша бар, құрамы қандай деген сұрақтардың жауаптары жапон тілінде жазылған. Ал енді мына түбіне қарайтын болсақ, мұнда несі жазылған. Қанша қалай қолдану керек, және сақтану шаралары, қанша уақытта жаңағы пайдалану мерзімі барлығы жазылған. Енді бұл жаңағы тыңайтқыштың несі қандай құрамы бар ішінде, тыңайтқыштың ішінде не бар деген сұраққа жауап беретін болсақ, бұл тыңайтқыштың ішінде өсімдік әлеміне ең бірінші қажетті азот, калий, фосфор, магний деген заттар, тыңайтқыштар. Бұлар өсімдік әлемі үшін қандай өсімдік болсын, барлығына ең бірінші қажетті тыңайтқыштар. Оны біз мектепте оқығанда, биология сабағынан да білеміз. Енді осы фучиманың менің алдымнан көріп байқап отырған боларсыздар, мынандай упаковкада жаңағы ішінде, топтаманың ішінде бірыңғай көк түстілері де болады. Мінекей, бұларды мен пайдаланып, енді осындай бір штук қалды. Мынау жаңағы мынадай сары тыңайтқышым, одан кейін күлгін розовый дейді ғой, қызыл деуге келмейді, енді розовый мынадай тыңайтқыштар бар. Бұлар да алғашында не болған? Осындай топтамамен болған. Бір топтаманың ішінде, мені қарап отырсыздар, 10 данасы болады. Көктен да, қызылдан да бәрі бірдей.
Бұлар неге әртүрлі деп ойлайтын болсаңыздар, гүлдердің несіне қарай. Кейбіреулері жаңағы ағаш тектес гүлдер болады, иә, роза гүлі, жаңағы тағы да қандай гүлдер, мандарин, лимондар болады өсіретін үйде. Сондай гүлдерге, ағаш тектес гүлдерге, но ішінде тағы да басқа гүлдер бар. Ал енді мынау қызыл, ол геранға, тағы роза гүліне, әртүрлі гүлдерге мұны да себуге болады. Ал енді именно мынау ненің, орхидеяның тыңайтқышы, мынау көк тыңайтқыш. Орхидеяның тыңайтқышы, көк тыңайтқыш. Қазір мен сіздерге тағы да бір рет айтып кетейін. Ойлап қалмаңыздар, әрбір гүлдің тыңайтқышы жаңағы бөлек-бөлек екен деп. Мысалға, мынау сары тыңайтқыш, мына сары тыңайтқыш қандай гүлдерге жаңағы қолдануға болатынын қазір айтайын. Жаңағы бувенвилия, гибискус дейді. Гибискус деген жаңағы китайский роза ғой. Гортензия, гардения, азалия, және фикус, роза, мирт, сосын агавовые деген нелер, гүлдер. Бұлардың ағаш тектес гүлдер көбісі, иә. Сосын оған қоса драцена, юка, карделина деген жаңағы гүлдерге қолдануға болады. Онымен қоса тағы да жаңағы мына жерде жазып қойыпты, гладиолус, далада өсіретін жаңағы несімен, жуашығымен өсіретін гүлдерге де келеді дейді. Амарилис, тюльпан, крокус, сосын анимон, георгин деген гүлдерге, маргаритка, примула, анютиный глазки деген гүлдерге. Қарап отырса, мына жерде 20 шақты гүлдің аты жазылды. Дәл сол сияқты мына қызылды да, көкті да тек қана жаңағы мына орхидеяға ғана емес, сонымен бірге көкті да бірнеше гүлдерге қолдануға болады. Енді оны қалай қолданамыз гүлге? Ол үшін бізге мынадай бір банка, мына жерде 700 грамдық банка, мына сыртында жазылып тұр. Осы 700 грамдық банкіге тым толтырмай, дәлнесінен аузына жақындатып, осылай таза тұндырылған жаңағы суды құйдық. Су бөлме температурасының жылылығындай. Енді біз оған, бұл енді біздің орхидея болған үшін, біз мына орхидея несін, тыңайтқышын қолданамыз. Бұның ішінде калий, фосфор, азот, калий, фосфор, магний және микроэлементтер бар. Микроэлементтердің бәрі бар гүлдерге және сонымен жаңағы жасыл өсімдіктерге қажетті. Қазір мен мына нені бір қолмен өзім әрі видео түсіріп, әрі көрсету керек болғандықтан маған қиынға түсіп жатыр. Дегенмен де қазір мен мына қақпағы ашылады былай. Соны мінекей қолыммен аштым. Қақпақты жерге түсірейін. Енді негізі мынадай қасықпен бір шай қасық мына суға құю керек. Бірақ та мен шай қасыққа құя алмай тұрмын, сондықтан бір қолымда телефон, сондықтан мен бір шай қасықтың мөлшерінде етіп мына суға құямын. Бір шай қасық удобрениеден мені құйдым. Енді қазір қақпағын қайта жауып қоямын. Мінекей, қақпағын жаптым. Енді осы суды біз әбден араластырамыз. Жаңағы тыңайтқыштар, енді сұйық қой дегенмен де сумен әбден араластырып аламыз. Енді осы тыңайтқышты қатты көп не қылмай, 10 күнде бір осылай орхидеяның түбіне құйып тұрамыз. Қарасаңыздар, уже арасынан ауа жақсы өтеді ғой, міне бірден неге барып жатыр. Екінші жағына да айналып, мен орхидеяға тамырын ала ортасына қарайды. Былай да құйдым. Міне қажетінше мен суды құйдым. Енді бұл су әрине анау мүк, жаңағы ненің, тамырдағы мүктің арасынан ол тез ағып түбіне барды. Байқап отырсаңдар, ыдыстың түбінде суы ағып уже түсті. Енді осы суда тамыр тиіп тұр ғой, міне төменгі жағында жап-жасыл болып тамыр тиіп тұр. Осы суда 1 сағаттай тұрса, өзіне қажетті қажет суды алады.
содан кейін оны басқа гүлдерге құя салуға болады, төкпей. Басқа роза гүліне, не болмаса басқа гүлдерге. Мінекей, менің орхидея гүлімнің құпиясы осында. Бұл жылына 4-5 рет гүлдейді. Гүлдері ұзақ тұрады, өйткені бұларға тыңайтқышы жеткілікті, және сонымен бірге өте жаңағындай күтімі өте жақсы болып тұр. Жапырақтарының да түстері маған ұнайды, жап-жасыл қанық түсті, гүлдердің де түсі осындай әдемі болып көрінеді. Мінекей. Енді мына жерде 2 гүл шықты, 3-ші гүл жаңағы ертең арғы күндері ашылып қалайын деп тұр. Жалпы мына жерде 7 гүл берейін деп тұр орхидея. Міне осындай біздің орхидея гүлінің құпиясы осында. Жиі гүлдеудің.